Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде жаңа рецепт. Мен каналыма тағы да қош келдіңіздер. Бұл бізде трендовый, қазір барлық жерде хит болып жатқан тары чизкейк. Бірінші рет дайындадым. Өте күшті шыққан сияқты. Бүгін сіздермен толығымен рецептімен бөлісемін. Қатты қиын емес, оңай жасалады. Ал ендеше бастайық. Ал енді ең бірінші бізге тары керек болады. Жақсылап жуып, одан кейін оның үстіне жылы сүт құямыз. Содан кейін 10-15 минутқа қойып қоямыз. Яғни біз тестасын жасағанша қойып қойсаңыздар болады. Ең бірінші осыдан бастаңыздар. Әрі қарай бізде тестаға талқан керек болады. Осындай кішкене ғана қостым. Бұл жерде нақты описанияға барлығын жазам. Одан кейін осындай печенье. Осыны жақсылап үгітіп аламыз. Мен осылай оқтаумен жасадым. Осы екеуін қосамыз. Одан кейін үстіне қант себеміз. Осы жерде көбірек сепсеңіздер де болады. Одан кейін ерітілген сары майды құямыз. Және бұл бізде теста болады. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Бір-біріне жабысып, сондай бір формасын ұстағанға дейін жақсылап жасаймыз. Арасында кішкене сүт қоссаңыздар да болады. Міне бізде дайын болды. Осылай мен формаға салдым. Енді қазір стаканмен, қолмен әртүрлі формаларды жасаймыз. Яғни формасына келтіреміз. Осылай мен стаканмен бірінші астыңғы бөлігін басып шықтым. Одан кейін осы стенка жағын, бортик жақтарын жасап шықтым. Осылай стаканмен, қасықпен жақсылап тұрып, формасын әдемі етіп келтіріп жасап аламыз. Міне осындай болып шығады. Бұл бізде основасы болады, яғни тестасы. Бұны біраз уақытқа қойып қоя тұрамыз. Енді начинкасын жасап алайық. Ең бірінші бізге творожный сыр керек. Мен осы үшеуін де қолдандым. Міне бірінші барлығын осы бір ыдысқа салып аламыз. Начинка қою болған, өте жақсы, қатты сұйық болмау керек. Осылай барлығын салып аламыз. Үстіне бір жұмыртқа, қант себеміз. Одан кейін қазір осындай мен сливки алдым, 33%-ық, осыны үстіне қосатын боламыз. Толығымен қосамыз. Енді осыны барлығын жақсылап біріктіріп аламыз. Асықпай араластырып біріктіріп алсаңыздар болады. Қатты қою емес, қатты сұйық емес, орташа болады. Енді бағанағы тарымызды алып жақсылап қосамыз. Енді тағы да бір барлығын лопаткамен осылай кішкене біріктіріп шығамыз. Бізде осындай чизкейктің начинкасы болады. Крем сияқты сондай бір күшті болады. Осы кезде иісі өте күшті болып тұрды. Осылай енді тестаның үстіне салып шығамыз. Толығымен начинканың барлығын салып аламыз. Духовканы осы уақытта қоса берсеңіздер болады. Енді осылай бір келкі етіп жақсылап түзеп шығамыз лопаткамен. Мен осылай жай түзетіп шықтым. Өте күшті болып тұр негізі. Мен өзім бірінші рет жасап тұрмын. Бірақ сонда да күшті шығады деп ойлап тұрған кезім осы жерде. Бірақ негізі шынымен де күшті шығады. Сондықтан рецепт бойынша дәлме-дәл жасаңыздар. Осылай шамалы түзетіп жібереміз. Мінекей біздің тестамыз, начинкамыз бәрін салдық. Енді духовкаға жібереміз. Осы кезде ақырын градусқа қойыңыздар. 150-ге де болады. Міне мен пісіріп алғаннан кейін енді үстін әрлейін деп жатырмын. Мына жерін шамалы күйдіріп алдым, бірақ бұл дәмінде мүлдем сезілмейді. Тек кішкене градусын қатты қойып қойыппын. Осылай мен клубникаларды кесіп, осы бір жерін жабайын дедім. Осылай әдемілеп турап, жақсы қылдырып, күшті қылдырып осылай қойып қойсақ болады. Басқа да жемістер қолдануға болады. Өздеріңіз білесіздер, қолданбауға да болады. Міне бізде осындай болып дайын болады. Формасынан алдым. Енді қазір сіздерге кесіп көрсеткім келіп тұр. Мінекей осылай асықпай кесіп аламыз. Жақсылап қазір дәмін көретін боламыз. Бірақ бұл кезде мен дәмін көре алмадым, өйткені әлі ауызашар уақыты болмаған болатын. Осындай начинкасы көп, күшті, жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер осы рецептпен. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.